Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, қатпарлы, жұмсақ болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шыққан, үй жағдайында барлықтарыңыз жасап көрсеңіздер болады. Ең бастысы қолжетімді заттардан жасалынады. Бізге қажет заттар ұн, су, сүт, сары май, тұз, дрожж керек болады. Суымыз бізге қажет заттар ұн, су, жылы болу керек. Сары май, тұз, дрожж құйып аламыз. Сосын тұз салып, кішкене тұзы ерігенше араластырамыз. Қалауларыңызша дәл осы көлемде қант қосып салсаңыздар да болады. Сосын үстіне дрожж салып, тағы да кішкене араластырып жібереміз. Және сары майдың барлығын салудың қажеті жоқ. Осылай бір бөлігін ғана салып, ертіп алатын боламыз. Сосын ұнымызды, алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды орташа тығыздықта илеп аламыз, қатты да емес, жұмсақ та болмау керек. Қажет заттардың көлемі, мөлшері төменде описаниеда жазулы тұрады. Және сұрақтарыңыз болса, комментарияда қалдырып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Сонымен қамырымыз дәл осылай жақсылап қанғанша илеп аламыз. Сосын бетін жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, қамырымыздың көтерілгенше. Міне 1,5 сағат өтті, қамырымыз өте жақсы көтеріліп шыққан. Енді осы қамырымызды түсіріп алып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен қамырды 4 бөлікке бөліп алдым. Қаттаманың орташа көлемінде шыққанын қаладым, қатты үлкен емес. Сіздер 5-6 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады. Қамырымызды бөліктерге бөліп алған соң, жақсылап дөңгелектеп илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бірден жая береміз. Көп уақыт тындырудың қажеті жоқ. Қамырды жақсылап, жұп-жұқа қылып жайып алатын боламыз. Қамыр қаншалықты жұқа болған сайын, қаттамамыз да қатпарлы болып шығады, әрі жұмсақ болып шығады. Менде қамыр жаятын бұл орын кішкене болғандықтан үлкендеу жерде жайып алдым. Міне қамырдың жұқалығы дәл осындай болу керек, кәдімгідей көрініп тұру керек. Қолымыздың іздері осылай көрініп тұру керек. Ал енді осы қамырымыздың ортасына майымызды, сары май немесе маргаринді бірінші алдымен қайнатып аламыз. Майдың құрамындағы суды бөлік алып алатын боламыз. Сосын таза майымызды қамырға жағып, жұп-жұқа қылып жағып шығамыз, тегістеп. Сонда пісу барысында қаттамамыздың ортасы шикі болып қалмайды, толық пісіп шығатын болады. Толықтай теп-тегіс қылып жағып шыққан соң, сары майымызды жақсылап тығыз қылып орап шығатын боламыз қамырды. Міне қаттаманың қамыры дайын болды. Енді осы қамырымызды қолымызбен осылай формаға келтіріп жайып аламыз. Қаттаманы жайып болған соң, пешімізді қыздырып,
180-200 градуста 35-40 минут пісіріп алатын боламыз әр қаттаманы. Бұл қаттаманы пеште пісіргендіктен қатты майлы болмайды, әрі жұмсақ болып шығады. Ал енді қаттаманың бетіне жұмыртқаны жағып, үстіне қалауларыңызша мак немесе күнжіт сепсеңіздер бола береді. Сосын қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Қаттамамыз пісіп жатқан кезде қалған қамырларымызды дәл осылай жұп-жұқа қылып жайып, арасына май жағып, орап дайындап қоямыз. Сосын қалған келесі қаттамаларымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Міне қаттамамыз дайын болды. Өте керемет болып шыққан. Қатпарлы, қытырлақ болып шығады, әрі өте жұмсақ болып шығады. Бұл қаттаманы барлығы сүйіп жейтіндіктен толықтай барлығын түсіріп үлгермедім. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай және дастарханыңыздың сәнін беріп тұрады. Міне бөліп көрсетіп жатырмын. Өте қатпарлы болып шыққан. Қолымда үгітіліп кетіп жатыр. Видеом сіздерге ұнаған болса және соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.